Үшінші дәріс конфликтология әртүрлі ғылымдар аясында қақтығыстың түрлері. Конфликтология ұғымына тоқталатын болсақ, конфликтология қақтығыстардың шығу себептерін, түрлерін, дамуын, шешу жолдарын зерттейтін ғылым саласы. Интерактивті қарым-қатынаста туындайтын қайшылықтарды ғылыми талдайды. Қазіргі таңда көп салалы ғылым ретінде дамып жатыр. Ал 1970 жылдардан бастап конфликтология әлеуметтік ғылымдардың жеке бағыты ретінде ресми қалыптасқан. Конфликтологияның зерттеу нысанына қоғамдағы жанжалдар, тұлғаралық қақтығыстар, ұжымдық, саяси, экономикалық, құқықтық жанжалдар, қақтығыстың динамикасы және қақтығыстың басқару технологияларын жатқызамыз. Жалпы психология аясында конфликтология жеке адамның эмоциялары, мінез-құлқы, психологиялық ерекшеліктері қақтығыстың негізгі фактор ретінде қарастырылады. Адам-аралық қатынастардағы шиеленістер зерттеледі. Стресс, фрустрация, агрессия теориялар негізге алынады. Социология аясындағы конфликтология қоғам құрылымы мен топтар арасындағы қайшылықтар зерттеледі. Рөлдер қақтығысы, топаралық қақтығыс, әлеуметтік теңсіздік себептері қарастырылады. Саясаттану аясындағы конфликтологияға саяси партиялар, топтар арасындағы мүдделер қақтығысы, билік үшін күрес, саяси дағдарыстар, революцияны жатқызамыз. Құқық аясындағы конфликтология құқықтық нормалардың бұзылуынан туындайтын даулар, еңбек, мүлік, отбасы, әкімшілік және қылмыстық қақтығыстар, сотқа дейінгі медиация, арбитраж, келісім әдістері. Енді экономикадағы конфликтологияға келетін болсақ, ресурстардың жетіспеушілігі, бәсекелестік, мүдделер қайшылығы, оның ішіне жалақы, еңбек жағдайы, ұйым ішіндегі дау-дамай кіреді. Педагогикадағы конфликтология оқушы, мұғалім, ата-ана, мектеп арасындағы дау, тәрбиелік, этикалық мәселелер. Конфликті шешу дағдыларын үйрету мектептегі маңызды бағыт. Конфликттің анықтамасына тоқталсақ, қақтығыс екі немесе одан да көп тараптардың мүдделері, мақсаттары, көзқарастарына қайшы келген кезде туындайтын әлеуметтік құбылыс. Қақтығыстың негізгі белгілері: қарама-қарсы мүдделер, әрекет арқылы қарсыласу, эмоциялық шиеленіс, мақсатқа жетуге кедергі келтіру. Осының бәрі қақтығыстың негізгі белгілері болып табылады. Қақтығыстың себептері: ресурстар тапшылығы, бағалау мен пікір айырмашылықтары, рөлдердің сәйкес келмеуі, тұлғалық үйлеспеушілік, әділетсіздік сезімі және ақпараттың жеткіліксіздігі. Үшінші дәрісті қорытындылайтын болса, конфликтология пәнаралық ғылым, ол психология, социология, саясаттану, құқық, педагогика, экономикамен тығыз байланысты. Қақтығыстар қоғамның табиғи бөлігі. Оларды дұрыс басқару ұйымдар мен қоғам дамуының негізгі шарты. Қақтығысты түсіну оны шешудің алғашқы қадамы.